отанышын от кешкен батырлардың ұрпағымыз. Менің атам Ақаев Жетібай 1923 жылы Нарынқол ауданы Сарыжаз ауылында дүниеге келген. 19 жасында соғысқа шақырылып, 1943 жылы Сталинград қаласын қорғау кезінде оң қолының саусақтарынан оқ тиіп госпитальге жатып, содан кейін қару ұстай алмағандықтан елге оралды. Елге оралғанда Калкушы фирмасының меңгерушісі, бақташы және есепші болып жұмыс істеді. Соғыстан оралғаннан кейін артынан Сталинград қаласын қорғағаны үшін, немістерді жеңуге өз үлесін қосқаны үшін және ерлігі үшін 3 медаль қайтып келді. Сондай-ақ жеңістің әр 10 жылдығында медальдармен марапатталып отырды. Менің атам жеңістің 55 жылдығын көрген, сондай-ақ соғыстан кейін қайтыс болған ағасының 5 баласын асыраған. Өкінішке орай 2000 жылдың 16 мамырында атам қайтыс болды. Мен өз атамды мақтан тұтамын.